анда деп автобусқа отырдық. Таңғы 7-де жүру керек қой, 7:30 болды, 7:30-да жүрді. Енді осыдан ертеңгі сағат 7-ге дейін осы автобустың ішінде боламыз бұйыртса адамдар. Бар енді орын, 4-5 орын бар сияқты әлі. Күлекеуінің қасында. Не айтсам болады. Қазір осыдан енді Қорғасқа дейін барып, Қорғастан шекарадан өтеді. Баратын жерімізге Үрімшіге 7-де бару керек. 3-4-те баруымыз керек, бірақ тұрғаннан кейін шекара жабық болады деді. Ең алдынан, тағы алдынан лаубойдан орын алып алдық. Бәрін көріп отырайықшы, қарап отырайықшы. Онымен Гүлекең что-то аяғым созылмайды дейді, анау дейді, мынау дейді, отыр енді штаб отыратын болар. Нағыз аяғың созылмай жатса, арттағы орындары бос орындарға барып отыруға болады екен. Соған рұқсат берді әйтеуір. Бұл жол болсын. Қазір әлі Алматының ішіндеміз, қазір жүрек бұйыртса. Біздер бұл жолдар видеомызда Қытайға ең арзан жолмен қалай баруға болатын көрсетеміз, айтамыз ема. Барлығын қанша қашықта қалай бар, қалай қойдық. Сол бәрін айтып отыратын боламыз достар. Қаланың шетіне шықтық. Бұл Стан, Алатау, Мұндалап мінекей. Қаланың шеті трассамен кетіп бара жатыр. Мына жерден Гүлекең қазір кетіп қалды. Не деп, мына жер ыңғайсыз отыруға деп, аяқ созуға келмейді, аяғым созып қаншақты еркін жатайыншы деп. Гүлекең ана жерде 3-ші орында жатыр. Рахаттан ұйықтап жатыр, аяғын созып. Мына жерде отыра алмай отырды, қалағанын түймейді. Қорын аласында сол жерде болатын болар еді, барғанша. Маған 3 жарам қайды. Алдымен терезеден қарап өтеді. Үлкен айналып тұратындар. Олар визет екен достар. Тоқ беретін генератор ойдейді. Өр машинаны әкеліп сап, жеңіл машинада әкеліп сап кетіп барады Қазақстанға. Әлі жолда келе жатырмыз. Қарғосқа бір сағат жетпейтіндей уақыт қалған сияқты. Анадан бері біздер жүргелі 2 жерге тоқтадық. Бір рет заправкаға тоқтадық. Одан кейін бір дүкенге тоқтадық. Анамдан заттар да болыңдар. Ежеттіңді бар болыңдар деп. Ол жерде түсіруге күтіп кетіпті. Алда уақытта түсіріп өтетін болған ғой. Гүлекең қазір көрінбейді. Жақ екінші жағынан аталыс болды. Бір жақсы әйтеуір рұқсат беріп жатыр шөйдіңдер. Осы жерге отыра беріңдер деп. Осында да рахмет алла разы болсын. Үйге келдік, шекараға келдік. Таможня деп бұл шекараға. Қазақстан жақ беті қазірше. Енді Қытай жақ бетін арты өтеміз. Содан кейін бізде интернет өшеді өші. Қазақстан шекара аймағынан өтіп. Енді автобуста өтіп осы жерге келіп отырып күтіп отырмыз. Адамдардың бәрі түгелмейді болғанша. Қытайдың шекара аймағына барып, бұл жерде әрі өтіп келеді. Гүлекең де отыратымыз. Қытайдың шекарасына қарата өттік. Мына бір здания тұрған үлкен сол жерден өтеміз екен. Қазір ой алдымыздың бәрін жауып тастады олар. Қытайдың аймағына кірдік. Жазулар уже басталды, бізге түсініксіз. Мынау зданиядан қазір кіріп әрқаттар жаяу өтеміз. Автобус сол жерге барады, жаяу түсіп өтеміз екен. Бұйыртса мінекей қазір Қытайдың шекарасынан өтіп, посттан өтіп, яғни Қытай аймағына қарата өттік. Арасы енді көріп тұрсыздар уже біршама жер өттік, 1-2 километрде өткен шығармыз. Басқаша әсер мына Қорғас деген жер қазір. Қаласының ішіне қарай кіріп келе жатырмыз. Әрі қарата Үрімшіге дейін барамыз. Көкал, тал, шөп, гүл дегендей. Гүлекеңде қасымда бар, отыр. Гүлекең ештеңе айтқысы келмейді әзір. Әбден Қытайға кіргесін деп айтатын шығар, Үрімшіге барғасын. Достар, мана біз шекарадан өтіп жатқан кезде видеоға түсіруге болмайды деді. Сондықтан түсірген жоқ. Қазір өткеннен кейін түсіріп жатқан жайым бар. Өткізген кезде қалай болды? Өткенде мен енді біраз ұстадым мен. Кім болып жасайсың, қайда жасайсың, фотоларыңды көрсетіп, суреттеріңді көрсетіп, неге баратсың, не үшін баратсың деген сұрақтар қойды, бәрін жауап бердім. Сосын фотоларыңды көрсетіңіз, Инстаграмды көрсеттім. Жаңа бастықтарын шығарды, әйтеуір өткізді. Телефонымды алып қарады ғой. Иә, телефонымды алып жаңа жоқ фотоларыңды көрсетіп атасын қарап жатыр ғой. Бірақ бәрін бірдей өткен жоқ, маған түсінікті. Ал одан кейін өткеннен кейін мына жерден сим-карта сатып алдық. Сим-карта өздері ұсынады екен, сим-карта бар, аласыздар ма деп.
бір сим карта ішінде 40 гигабайт интернеті менен 3600 теңге менен. Юан менен 50 юан. Біз Каспиймен төледік, Каспиймен төлеміз соғы болады. Өздері көрсетеді, QR-мен төлейсіздер. 7100 теңге алды екеумізге. Екі сим карта алдық 40 гигабайт менен. Одан кейін бері қарай өткеннен кейін ортада валютчиктер тұрады екен. Яғни теңгені юанға ауыстырып алуға болады. Бізге 73-тен ұсынды. Бірақ біз Алматыдан 72-ден алған болатынбыз. Біз енді азғантай ақша алатын болғасын келісе салды, жарайды деп алдық. Ал осылай енді қалған видеоға жалғастырамыз. Бізге болып бізге лапылдатып баспаймақты басып келіңіздер. Автобус қазір көрсетеміз. Қорғас қаласы шағын қала дейді, бірақ шағын қала болғанмен де бұл жерде енді қанша адам тұрады деп сұраймын жаңа адамдарды. Ой, азғантай адам бұл жерде дейді. Азғантай болғанда қанша десем 700-800-дей шығар дейді. Ал ең азғантай кішкентай қаланың өзінде 700-800 адам тұрады деп отыр. Ал үлкен қалаларында 700-800 мың. Бізде Атырау облысында барлығы 350 мыңдай халық тұратын еді. Біздер кіре сала осы Қабылыстағы неге асханаға алып келіп тоқтатты. Осы жерден қазір тамақтанып аламыз екен. Қасымыздағы адамдардың бәрі кетіп бара жатыр. Осындай жер. Мықты асхана бар болар. Еріп келе жатырмыз. Еріп келе жатыр әйтеуір. Асхана жоқ сияқты бұл жерде. Гүлеке, асхана жоқ сияқты. Автобус тұрады екен ән жерде, білмеймін. 20-30 автобус тұрады деймін, одан көп болмаса. Мынандай кішігірім осындай неге келдік, асханаға. Келіп өйтіп шайменен қарсы алдық бірінші менен. Сосын қазір тамаққа заказ бердің бе Гүлеке? Гүлдеп кетті ған жақта. Біз жерге келдік, мына балдар мұсылман балдар екен, ұйғыр балдарымыз дейді. Тамақтардың бәрі халал дейді, қан жақта дайындап жатыр. Жерге ең бірінші Қытайдағы ең бірінші тамағымызды осы жерден жейін деп жатыр. Мен мынау тамақты алып келгенімді түсіруге ұмытып кетіппін. Осында лағманға заказ бергенбіз. Лағман жеп жатырмын. Жақсы өте. Үлкен қазан кебапқа заказ берген. Кілең осында ет әкеліп бер. Мынау отырмын, алмаймын ма? Болады ғой да? Болды. Ас болсын. Жаңа асханадан тамағымызды ішіп шықтық. Үлкен екеумізге төледім. Каспиймен төледік. Ешқандай проблема жоқ. Әліпбименен Каспийдің QR-ін көрсетеді. 57 юан дейді. 57 юанымыз 4065 теңгеге шықты. Лекен менен бұрын зуылдап қайда кетіп қайсыз сен? Қанша шықты? 4065 теңге. Бірдей, мына далада көшедегі тамақ қой қарағанда. Арзан емес. Іште бірдей. Кішкентай дүкенге кірдік. Мына жерден шағын ғана дүкен екен. Мына жерден Гүлеке мына жерден бір соқталды. 5 юан дейді. 5 юанның примерно 350-360 теңгеден айналады. Так, мына жерде бәрі судың неше түрі. Литр жарым су. Бағаларын бәрін шұқылап сұрай берген ет шығар. Мына су 5 юан 350 теңге. Айрандар да бар мына жерде. Қайсы айран қайсы? Мыналар айран ба? Айран емес, чай анау. Шай. Айран қайсы? Жоқ па мына жерде? Чай, айран. Мұны тұр айран. Мұны айран. Мыналар сүт. Сүт па? Немене шығарған. Нишанный, но? Қосанный. Анасы нишанның кішкентай бажаны. Мына мороженыйлары бар, айрандары бар. Сүт өнімдері. Болды, кетейік. Гүлеке, көрсеттің бе? Мынандай кішкентай дүкенге кірдік. Соның ішінде мына бір суды алдық қой. Ол жерден де кішкентай дүкен болса да Каспиймен төлей салдық. 5 юан 365 теңгеменен төлем жасадық. Рахат емес пе? Ой, осы Каспийге рахмет етуіміз керек ау. Даладағы трасса жолдар. Трасса жолдарын көріңіздерші, мынау тақтайдай теп-тегіс қой. Шынымен де кәдімгі оны айтпай қой. Және мынау не автобан. Осыдан жаңағы неге дейін Үрімшіге дейін осылай жол шығарды. Автобанда екі жағы бөлек-бөлек. 4 жол мінекей. 4 жолақ қарама-қарсы басқа былай басқа. Жоқ, оны қойшы, сондай бар ғой. Теп-тегісті тақтайдай. Мына кісілермен бірге бара жатып бір қытайша біраз үйреніп алатын сияқтымыз.
Шинжимпи dedim mi sen? Шинжимпи. İstiyor Шинжимпи. İstiyor ne? Шымпынжын деген алдық. Сосын рахмет деген қалай? Шиши дей берсек түсінетін шығар, да? Шешені десең. Рахмет деген сөз екен. Біраз қытайшаны үйреніп алатын сияқтымыз барғанша. Солай ма көке? Мынандай керемет. Мына Кеңсай деген жазу бар ма мына жерде? Қайсы мына ма? Кеңсай деген? Ана Кеңсай деген жазу ма? Алдына оқи аласыздар ма? Көрермендерім, достарым. Ана Кеңсай деген жазу дейді. Бізге түсініксіз жазулар енді бұлар. Әне Кеңсайда талау малдар бар, әне. Қандай? ана жерде мал жайылып жүр. Қайсы? Жақындап таппайса басында. Тана жерде жүр. Төбеде жүр. Мына жерде қойлар жайылып жүр. Мына жерде қойлар жайылып жүр. Ана қойлардың арманы жоқ шығар енді. Мұндай жерде жайылып жүр. Оғайдардың арманы Қазақстанның жайлығында жайылуы. Солай ма олардың арманы? Әбіз әттің өзінің арманы болады ғой. Ана Кеңсай деген жер Қарғостан шықтық қой, иә? Қарғостан шыққанбыз. Керемет жерде бар. Асып болмыз. Керемет жердің бәрі алда дейді ал. Бәрін көрсетіп отырамын, түсіндіріп отырамын. Көрсетіп отырамыз. Апатты жер деп қояды. Апатты жер деген не зат десе мен қауіпті аймақ деп ойлап қоятын. Апатты жер деген бұл Қытайдағы қазақтардың тілінде күшті керемет жер деген сөз екен. Апатты дейді. Апатты жерді көрсетіп жіберейін қазір. Апатты жер деп тұрған мынау міне. Керемет деген. Қайсы арабша жазу? Міне қызыл. Қызылмен тұр ғой міне. Мына біз арабша деп ойлап отырмық қой, бұл қазақша дейді. Қазақша осы Қазақстан. Қытайдың қазақшасы осылай жазады дейді. Кеңсай деп жазылып тұр ғой. Кеңсай деген жазу дейді. Бізге түсініксіз. Мына жері Мына жерін тексермейді енді да, паспорт тексермейді. пұл алатын жер. Ақылы жол болып тұр, ақылы Жол жол. ақысы. Жол ақылы. Кескентау деген мына жер екен, мынау яғни айтқанда, қазақша айтқанда туннель ғой, туннель. Мына туннельдің ішіменен, бұл 3 километр емес қой мынау? Кішкентай ғой мынау? 3 километр емес қой? Аржанда бар ма тағы да? Şu var. Үшеу бар дейді. 3 километр ме деп ойлап қалдым. Көпірге ар жағында не көрдіңіз бе не? Киіз үй құрып, мал бағып, қымыз ішіп, үлкенді қоймайды деп отырады. Кескентау дейтін осы жерде екен қазір. Қазір келеміз. Мына жерде КамАЗдар мештет тұр бізге. Көпірмен. Мына жерден Кескентау ішімен, туннелдің ішімен 3 километр осы сияқты. Бір айтып кеттім. Міне кигіз сайдың еті. Анан тәтіңіз, ақ киіз үй жатсыз. Міне. Киіз үйлер көп екен жолда. Мына бәрі қазақтар ау деймін да, тұрып атқанда. Бірақ Қазақтарынан бәрі тұрып атқан мал бағып. Мұна да қысқа ғой туннель. Енді бір екін ендіңіз. Болды. 3 километр екен деп түсіріп атсам. Мына көпірдің үстіне шығамыз екен. Мына биік көпір. Неше метр? 2 таудың ортасын қосқан көпір ғой. Бұл қорқынышты. Мына терезенің астығы енді мен айтамын. кедергі жасап тұр. Мына бәленбей метр, мына терезе таза екен. Көпірдің үстінде жүреміз екен. Бар ма мына бұрын? Қай жерде бар? Жоқ, түскен бар. Мана төменнен көрсеткен биік көпірдің үстіндегі жатыр. Жақындап алсақ дұрыс көрінбейді. Екендер бәрін жасап тастаған. 2 таудың ортасында өсіп тастаған ғой. 2 таудың ортасында өсіп тастаған. Мынадан өткен алған мына президент болыпты ғой. Қытайдың қызықтары таусылмайды екен. Сайрангөл дейді. Аты Сайрангөл ме сонда? Иә, Сайрангөл. Сайран деп айтылады екен көлдің аты. Қараңызшы, бағанадан бері ақырын жүріп кетесіздер. Сайран әдемі көрініске келген машинаның қолы ғой. Иә. Қараңыздар. Таудың басында қар. Сайран көл деген осы. Көл дейді теңіз сияқты дейсің. Ана таулар бұл. Сайран көл деген үлкен көл екен. Мына қараңғы өтіп шығып кетеді. Қазір жақта енді жазық. Жақта бәрі түсіріп отыр ғой телефон ғой. Біз екен тек түсірмейді. Ой, тым көрінбейді. Тым көрінбейді.
мына жерге келгенде шынымен де басты қаттырақ. Соны айтпайсың ғой. Жазық далаға келгенсін. Тегіз екен. Бұйырса мінекей жолшыбай тағы да осындай жерге тоқтадық. 5 минут тұрамыз дейді. Дүкенге кіріп, әжетхананы кіріп алыңдар дейді. Мына автобуспен келе жатыр қой. Дүкеннен Гүлекең не алады екен қазір көрейік. Су бірдеме алатын сияқтымыз. Әлде мына дүкен емес пе? Тіпті мына жазуларға да түсінбейміз ғой. Не деп жазып тұрған. Дүкенде тұрып жүргенде жүрген болмайды. Тоқтатты. Сразу айтып жатырмыз камераны. Қазір көзімде алғаным. Оны Алматыдан шыққандарың деймін де. Алматыдан алғаным. Мына жерден жаңа 7 юан қалды. Ана қарғоста қалады 5 юан болды. Сол осымен жүрек жалғаймыз. Сосын 2 сағаттан тағы тоқтайды. Ұйықтатады десей. Сондай бар екен жолын алда тағы көрсетеміз. Жолда ол демекен келіп тоқтадық. Атын айтып өтіп қалың бір қазақша атаулар екен. 2-ден 15 кеткенде келіп тоқтадық осы жерге. Мен сағатта қарадым. Қазір сағат 3:30 болды. Кішкене сағат жарымдай. Ана автобусымыздың ішінде 2 бүктеліп кішкене ұйықтап болдық. Қалай болды Күлке? Ұйқымыз ғой, тек жаттық қой. Түнде неге мына жерге тұрамыз деген біз сұрадық. Ол айтады, түнде 3 сағат тұрамыз, үш ұйықтаймыз дейді. Себебі қалаға кіретін жерден таңертең 7-де ашады дейді, қабылдайтын жер, кіргізетін жер. Біреу сөйтеді, біреу айтты, түнде жүруге рұқсат бермейді автобустарға дейді. Сондықтан тұруға тура келеді дейді. Солай ғой да? Иә. Гүлеке ұйыққан бәтті. Біздің қасымызда өте жақсы адамдар бар, бірге келе жатқан. Олар далаға шығып кетіп далада отыру деймін. Олар енді үйлеріне келе жатқан адамдар Үрімшіде тұрады екен. Үйлеріне келе жатқан адамдар. Далада отырған шығар, ұйықтар білмей отыр деймін де олар. Не, рас ұйықтайды. Мұндай жазулар бар, не жазулар екен. Бізге түсініксіз. Сіздер оқи алсаңыздар, оқи жіберіңіздер. Достар, бізге сәттілік деп, жол болсын деп пікірлеріңізді жазып қойыңыздар шама. Ол жолаушыға өте маңызды екен білесіздер. Рахмет сіздерге осы уақытқа дейін бізбен бірге болып видеомызды көріп жатқандарыңызға. Жаңа тоқтаған жеріміздегі дүкен. Ана дүкенге кіріп бір нәрсе салғалдық қой, сондай дәл сондай екен. Бәрі-бірдей қылып салған ғой, аялдамалардағылар. Бірақ адам жоқ сияқты, әлде келем екен қазір. Келетін шығар, может шақырсақ. Сондай жер сосын бар ғой бұл жерде. Бұл жерде деген әжетханалары әйтеуір тегін. Біздердегі сияқты жаңағыдай келген адамнан тек 100 теңге жырып қалу деген жоқ. Екен мына жақта әжетхана, ар жаққа кіріп кетті екен. Тап-таза күшті. Теп-тегін кіргізіп отыр адамдарды. Үрімшіге кіріп келатқан жерлеріміз сағат 8:15 қалғанда келдік та. 8:15 қалғанда келдік қазір. Түсетін жерге жақындап қалдық ол деймін. Алдында келдік. Мынау Үрімшінің автовокзалы екен, осы жерге келіп тұрады. Енді бізге әрі қарата аэропортқа бару керек. Біздің қасымызда бірге келген жақсы адамдар бізге көмектесіп, қазір таксиге отырғызып жіберейін деп көмектесіп жатыр. Жердегі Қытай тілімен сөйлесіп жатыр таксимен. Осы жерден аэропортқа бару шамамен 2000 теңге деп еді. Олар кеспей қымбат сұрап жатқан сияқты. Біз көреміз қанша мінгенімізді айтып отырмыз. Бәрін айтамыз достар. Бұйыртса мінекей таксиге отырдық. 50 юан деп келістік. 50 юанымыз 3500 теңге екен. Шамамен сондай болады. Мінекей мына жерде адам қызынауы жатыр дегенмен ондай қатты мен адам көріп тұрған жоқпын. Орталық жағында болатын шығар. Мына шөпір ағай бірдеме деді бізге. Қолын көрсет, 4-ті көрсет, 2-ті көрсет, 40 юан бересің деген сияқты. 2 адам алам, ана 1 адам алам деді деймін. Үшім сондай бірдеме айтты. Үрімшінің іші, мына қаланың іші, аэропортқа қарай бара жатырмыз. Апыр-сапыр, опыр-топыр болатқан көлік жоқ, адамы жоқ ондай. Сағат 8:30-9 болып қалды ау. Бізде таксимен келе жатырық. Бір Алматының халқы тұрады осы жерде. Аласа үйлер де бар екен. Негізі осылай биік-биік қылып салады екен үйлерді. Google переводчикті қосып, қанша халық тұрады, Үрімшіде деп еді. Свиба деп жауап берді бұл кісі. Такси кісі, иә. Бірақ не? Ана Google дұрыс переводтамай жатыр ма, бір нәрсе болып жатыр. Негізінде жаңа тексеріп қарап жатқанымызға өзімізше. Қалай переводтайды екен, дұрыс переводтайды ма екен деп.
бірақ бізге жаңағыдай переводчик болады дайын телефон сияқты сондай алып алу керек сияқты болып тұр. Аэропортқа келдік. Үрімшінің негізгі ұшатын рейсіміз кешке, бірақ алдын ала ертерек келіп алдық. Таксисі жақсы екен. Әңгіме айтатын тек ол бір-біріміз түсінбедік. 50 юан қалып келді. Сөзіне тұрып, қазір негізі кешке ғой. Бірақ мына ішіне келіп жайғасып, көріп, қарап шығамыз да, сосын жақын жерде баратын жерлер болса барып та көреміз. Үрімшінің аэропортына келіп алдық та, енді ең бірінші кезекте билетімізді реттеп алдық. Бізде билетті электронный алғанменен бір PDF қыл шығарып берген жоқ, тек жаңа текстпен жазып берді ғой. Соны аннан-мұннан сұрап жүріп, әйтеуір тауып алдық. Қай жерден шығаратынымызды түсіндіре алмадық. Бірінші қазақша сөйлеп жүріп қой бәріне. Қазақша сөйлеп жүріп, әйтеуір анжеге бар, мынжеге бар деп түсіндірді, билетті көрсеттік жаңағы жазуларын. Содан әйтеуір бір ұйғыр қыз тап болды. Үшін өлмейді екенбіз. Сол қыз бізді сілтеп тағы бір жерге жіберді. Олар тағы түсіндіре алмаймын ғой деп жатырмын ғой. Түсінбей жатса мен шақырыңыз дейді. Сосын ол қыздарға түсіндіре алмай, ұйғыр қыз шақыртып көпшілік күткен жоқпын ба. Сол ұйғыр қыз бізге бәрін түсіндіріп, көрсетіп, билетімізді қолымызға алып берді. Билетімізді, екеумізге 2 билетті. Енді кешке жақын 18:40-та билет ұшатын уақытымыз. Қазір сағат 10 әлі. Келіп регистрация жасаймыз, сосын өтетін жерімізге дейін бәрін көрсетіп берді ғой. Енді тамақ ішетін жер мына жерде жоғарыда дейді. Жоғарыға барамыз, мына жақ төменде де бар екен, негізінде тамақ ішетін жерлер мына жерде. Сізге арзан жерде айттым екен. Өйткені сен бірдеме көріп қалдым жүрсің, а? ұйғыр асханасы бар деп жоғарыда. Жоғарыда қалау ұйғыр асханасы бар. Ана жақтан бірдеме көріп тұрмын дейді. Анау тұрған енді бәйтерек сияқты. Көрінбей тұр ма? Мынадан жалтырап көрінбей тұр ол жақ. Ана жерде бәйтерек тұр. Жоғарыдағы мына жерде қазақтың асханасы сияқты ондай. Ағаш үй құрып қойған ба? Сондай болып тұр. Мына жақта да асхана бар. Жоғарыдағын көрсетіп жатқан мына жерде де асхана ұйғырлардікі бар. Өте таза халал болса болды қазір. Үшіден бір таңертеңгілік асымыз ішіп алсақ. Мына жердің енді өздеріңіз білесіздер, Қытайда тамақтарды қалай екенін. Тамақты сақ болып ішпесе болмайды. Барлық жеріне барып шықтық. Етпен жасалған андай құрт сияқты бір нәрселерді келің. Сосын амал жоқ, тек қана кофе ішуге тура келді. Өзімізде бір қалған тәтті-мәтті кофе. Тек амал дейміз. 2 кофе алдық, 17,5 юан. Шамамен бір 2800-3000 теңгедей болды 2 стақан кофе. Біз барымызса түсіндіріп жатырық, қазақша сөйлеп жатырық, саусақпен көрсетіп жатсақ. Біз түсінетін, қазақша түсінетін адамдар бар екен. Негізі бізде Үрімшіде әрбір жерге барған сайын әйтеуір бір түсінетін адам болады. Ал Гуанчжоуда ондай бола қояды деп ойламаймын. Жердің бір жақсы жері сол Үрімшінің. Үрімшінің аэропорты мынау. Жоғарыдан көрсетіп тұрғаным ғой, 2-ші этаждан, асхана жақтан. Осындай үлкендігі, осындай аэропорт. Гүлекенің сумкасына бірдеме көріп қалдым, көрсетсе Гүлеке. Не көрсеттің? Не бар, не алып шықтың? Жаңа көріп қалдым, бумаға не бар қалау үшін? Қытайда бумага жоқ. Бұл жақтың бумағы солай екен. Кез келген жерде аппақ бумага жоқ. Тегін бәрі. Тегін, су тегін. Су тегін емес, вообще бесплатно ғой енді бәрі. Сен ананы арқалау үшін қап-қара қалып. Стаған кофе дайын бұл. Ал дейді. Бірдеме деді ма? Келатыр ғой, мен баратсам. Шақырды ғой өздері қол бұлғап. Келатыр ғой деймін. Орта жолда. Сосын өзіміздің алып шыққан жерде тәтті-мәтті бірдемелер бар. Соларды қосып ішіп аламыз, ұйқы ашып. Достар, біз осыменен бүгінгі түсірілімді аяқтайық. Аман сол Үрімшіге жеттік. Енді Үрімшіден ары қарата Гуанчжоуға Қытайдың самолетіне мінгенімізді, содан Гуанчжоуға барғанымыз видеоларымызды келесі видеодан көре аласыздар ма? Бұған дейінгі Үрімшіге дейін жеткенімізді, Алматыда жүргенімізді, Алматыға келгендеріміз бәрі бұның алдында видеоларда бар. Біз сіздерге бәрін қанша болып жатыр, не болып жатыр, оңай жолдарын бәрін көрсететін боламыз. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға.